Тапқыр бала, аңыздар мен ертегілер. Данышпан емші, бұрынғы өткен заманда Бизолда деген атақты ғұлама адам болыпты. Ол ғылымның әр алуан саласынан хабары бар білімдар адам екен. Әсіресе емшілігімен аты шығып, бертінгелі есімі ел аузында аңызға айналып кетіпті. Бизолда шәһәрден сыртқарырақ тұратын. Бірде екі баласын ертіп шәһарға келіп қайтады. Жолшыбай екі бала жардағы ұяға кірген көгершінді көріп, алайын десе қолдары жетпейді, ұяның аузын бекітіп қояды. Сонымен көгершін қала береді. Оны балалар ұмытып кетеді, ал әкесі білмейді. Бірнеше күн өткен соң Бизолда балаларын ертіп тағы да шәһарға келеді. Содан қайтып келе жатып, тап сол көгершіннің ұясының қасына жеткен кезде балалардың ойына өткен жолғы істер сап ете түседі. Жардағы ұяны ашады. Оны көрген Бизолда балаларының қасына келіп, не істеп жатырсыңдар деп сұрайды. Өткен жолы шәһәрден қайтып келе жатқанда осы ұяға бір көгершін кіріп еді. Ала алмаған соң ұяны бекітіп кеттік, соны ұмытып кетіппіз. Жаңа көрген соң есімізге түсіп, аузын ашып жатырмыз дейді балалар. Бизолда келіп қараса, көгершін өлімші халде жатыр екен, екі балапаны аштан өліп қалыпты. Мұны көрген Бизолда қатты ренжіп, істемесіз істейсіңдер, сендер де осы сияқты болмасаңдар жарар еді деп кейді. Ол өлімші болып қалған көгершінді үйіне әкеліп емдеп жазып қоя береді. Сол заманда бұл аймақта өзі қатал, халыққа мейірімсіз Күнқожа деген адам патшалық құрыпты. Күндердің күнінде патша: мен балаларыма қызыл матадан киім кигіземін, ондай түсті матаны ешкім баласына кигізбесін. Мен балаларымды сол киім арқылы көп баланың ішінен танитын болайын. Егер кімде-кім менің бұйрығымды орындамаса өлім жазасына кесемін деп заң шығарады. Заң шыққан күннен бастап қызыл түсті киімді ешкімді баласына кигізбейді. Ал селге емшілік жасауға кеткен Бизолда бұл жағдайдан хабарсыз еді. Келген соң екі баласына да қызыл матадан киім тіккізіп кигізеді. Бір күні патша аңнан келе жатып қызыл түсті киім киген екі баланы көреді. Екеуі көп баламен бірге ойнап жүр екен. Япырай, менің балаларым бұл жерге қалай келді деген оймен қастарына таянса, екеуі де бөтен бала болып шығады. Жөн сұраса, әлгілер Бизолданың балалары екендігін айтады. Менің бұйрығымды неге орындамайды деп сол жерде патша Бизолдаға қатты ашуланады. Сарайына қайтып келе сала, нөкерлерін шақыртып алып, Бизолданы екі баласымен айдап әкеліп, зынданға салыңдар да аузын таспен бекітіңдер. Бұйрыққа бағынбаған адамның жазасы сол деп әмір етеді. Нөкерлер патшаның әмірін дереу орындауға кіріседі. Бұған аң-таң болған Бизолда: менің патшаға қандай жазығым бар деп сұрайды. Біз ештеңені білмейміз. Қандай жазығыңның барын патшаның өзі біледі. Біз тек бұйрықты орындаушымыз. Сені патшаның бұйрығы бойынша зынданға саламыз. Біздің істейтініміз осы деп нөкерлер зірк-зірк етеді. Олай болса базарға соға жүруге рұқсат етіңіздер дейді Бизолда. Нөкерлер оны базарға алып келеді. Емші екі қалаш нан сатып алады. Содан кейін нөкерлер оны екі баласымен айдап әкеліп зынданға салады да аузын жалпақ таспен мықтап бекітеді. Кейін ешкім таба алмасын деген оймен оның бетін тегістеп тастайды. Мұны көрген халық патшаға лағнет айтып, енді мұндай данышпан емшіні қайдан табамыз? Жазықсыз адамды жазалаған патшаның аты өшсін деп іштей наразылық білдіреді. Алайда қарсы шығатын күн қайда. Рақымсыз патшаның бұйрығы осылайша орындалып, Бизолда екі баласымен зынданда қала береді. Осы оқиғадан кейін бірнеше жыл өткенде Күнқожа патша ауырып халі нашарлайды. Сонда барып оның есіне Бизолда емші түседі. Әттеген-ай, оған бекерақ өлім жазасын берген екенмін. Енді онда емші қайдан табылады деп өкінеді. Осылай жатып патша ауыр науқастан мәңгіге көзін жұмады. Күнқожаның өсиеті бойынша орнына Оспан деген баласы патша болады. Бұрынғы дәстүрді сақтап, жаңа болған патша уәзір бектеріне сыйлықтар береді. Жаңадан мешіт медреселер салдырып, балаларды оқытады. Осылайша ол патшалық құрып жүріп жатады. Бір күні Оспан аспазға: жақсылап бір балық пісір, балық етін жегің келеді дейді. Аспаз патшаның сөзін екі етпей, айтқанын дайындап әкеледі.
Патша балықты жеп отырғанда тамағына бір нәрсе тұрып қалғандай көрінеді, тамағын кенесе еш нәрсе білінбейді. Оған патша мән бермей жүре береді. Бірнеше күннен кейін патшаның тамағы ауырып, жұтыну қиынға соғады. Япырай, тамағыма не болды екен деп ойлайды іштей. Шындығында балық жегенде оның қылтанағы өңешінде тұрып қалған еді. Оны патша елемеген соң, ескермеген ауру асқынады. Ауру күннен күнге ұлғая береді. Патша құлақ естіген ат жетер жердегі тәуіп емшілерді алдырып қаратады, алайда ешқандай ем қонбайды. Ауру меңдеген патша билігін бас уәзірге тапсырып, менің орныма отырып, мен тәуір болғанша елді басқар, халық бет-бетімен кетпесін, және сырттан іштен жау шығып жүрмесін, сақ бол деп өз төсек тартып жатып қалады. Халының нашарлығын сезген патша уәзір бектерімен үйшімен қоштасып барлығына, енді мен сендерге жолдас болмаймын. Бала мер жеткенше орныма басы уәзір Бағжан отыра тұрады. Осыны барлығыңда естіп алыңдар. Кейін араларыңда алауыздық тумасын. Аяқ жетер жерде қаралмаған тәуібім қалмады. Осынша елден ауруды біліп емдейтін бір жақсы емші табылмады. Қолдан келер еш шара жоқ. Күннен күнге халым төмендеп барады дейді. Бала шағасы әйел тек шылап патшамен қоштасады. Сонда басы уәзір Бағжан тұрып былай дейді: тақсыр, елімізде Бизолда деген ғұлама емші болушы еді. Ол кісінің алдынан қандай науқас болса да емі табылмай, жазылмай қалған емес еді. Амалғанша болымсыз нәрсеге бола бұйрығымды орындамадың деп, әкеңіз Күнқожа патша екі баласымен бірге зынданға салдырып, аузын жаптырып тастаған. Әттең ол емші тірі болғанда сізді емдеп жазатын еді. Мына сөзді ести сала патша оған неше жыл болды деп сұрайды. Сонда уәзір ойланып отырып, ұмытпасам 7 жылдай болып қалды, бірақ ол зындан болған жер қазір тегістеліп шөп шығып кеткен. Анық білетін кісі болмаса дәл қай жер екенін табуда қиын деді қысыла. Зынданға салынғандарына да көп уақыт өткен екен, әйтсе де ол соншалықты ғұламадан болса, мүмкін төтеннен келген өлімге бір амал тапқан шығар. Енді мен мұндай ғалымды естіген соң арманда кетпейін, сол зынданды ашып қараңдар. Осыған өзің басшылық етіп білетін адам болса зынданды аштыр. Өлі ме, тірі ме? Егер де тірі болса, не десе де тілегін орында. Менің қазынамды аямай-ақ қой. Өлген болса өзің көзіңмен анықтап көр. Басқа адамды зынданға түсіруші болма дейді патша. Бағжан уәзір кімде-кім Бизолда салынған зынданды тапса көп сыйлық алады деп шаһарға жар салдырады. Мұны естіген адамдар баяғыда өлген Бизолдан негіздеді екен деп таң қалсады. Сонда бір шал мен табамын деп жаршыларға айтады. Олар оны Бағжан уәзірге алып жетеді. Уәзір мен шал қасына көп адам алып зындан болған жерге келеді. Сөйтсе жер тегістеліп шөп шығып кеткен екен, ешқандай белгі жоқ. Шал жан жағына қарап біраз тұрады да, шөбі тақырлау болып шыққан бір жерге келіп, осы араны қазыңдар дейді. Ол зынданның бетін жалпақ таспен жапқанын білуші еді. Сондықтан неде болса да шөбі сирек шыққан жер сол тастың үсті шығар деп ойлайды. Әлгі жерді қазып еді, біраздан кейін тас шығады. Дәл тапқанына шал да басқалар да қуанады. Тасты айналдыра қазып, бір шетінен ақырындап көтергенде астынан зынданның аузы көрінеді. Зынданның аузы ашылып, төмен түсетін үңгір көрінгеннен соң бас уәзір басқаларын қалдырып өзі түседі. Түп жағы қараңғы екен, ешқандай дыбыс білінбейді. Көзін біраз үйретіп жан жағына қарайды. Бір бұрышта теріс қарап, басын қабырғаға сүйеп отырған адамды көреді. Қасына келсе қозғалмайды. Уәзір тірімісің деп дыбыстайды. Сонда ақырен ғана ыңыранған дыбыс естіледі. Тақсыр, тұруға қалыңыз келеме деп сұрайды уәзір. Шамам жоқ дейді Бизолда. Олай болса, өзіміз арқалап көтеріп шығарамыз дейді уәзір. Жоқ, ол болмайды. Мені кішкене қозғасаңдар болғаны өліп кетемін дейді Бизолда. Мені тірі шығарам десеңдер, 18 жастағы 20 жігіт әкеліңдер. Оның мәнісі мынандай: мен жер астына түскелі 7 жыл. Тағдырдың жазғаны солай болған соң көнбеске не шара бар. Сондағы қорегім мына 2 қалаш болды. Осыны искедім де отырдым. 2 балам аштан өлді. Ана жатқан солардың сүйегі. Мені тірі демесеңдер, өлгеннің қатарындамын. 7 жылғы жердің сызы денеме толық сіңді.
Қазір денемнің бәрі де құм. Қозғалсам үгітіліп түсет те бірақ уыс топырақ болып қалам. Сондықтан мен қозғалмай отырғанда 18 жастағы 20 жігіт кезекпен алды артымнан жалаңаш денесімен құшақтаса, денемдегі жердің сызын солар сорып алады. Мүмкін олар өлмес. Өзім емдеп жазармын. Міне мені тірі адам десеңдер, осын істейсіңдер. Мұны естіген бас уәзір, айтқаныңыздың бәрінде орындаймыз. Тағы не керек айтыңыз, сізді ауру патшамыз іздеп жатыр. Онда осы зынданның қасынан ас пісіретін бөлме, оған қоса мен дем алатын бір бөлме салғызыңдар. Астың иісімен отырған бөлмеге келіп тұратын болсын. Біразға дейін тамақ ішпей тек иіскеп отыруым керек. Қашан ас ішетінімді кейін өзім айтамын. Бағжан уәзір барлығында дайындатады. Сонан соң 18 жастағы 20 жігітті алдырып, емшіні өзі айтқандай етіп құшақтатады. Олар емшіні құшақтаған бойда әлсіреп, есінен танып құлап қала береді. Бизолда өзіне ғана мәлім бір дәріні алдыртып 20 жігітті емдеп жазады. Содан кейін Бизолданы әзірленген үйге апарып отырғызады. Неше түрлі тамақ пісіртіп, иісі әлгі үйге кіріп тұратындай етеді. Сол пісірген тамақтың иісін иіскеп, 20 күндей отырғаннан кейін ғана аздап тамақ ішуге жарайды. Бизолда ішіп әлденген соң, буыны бекігенше екі адамға сүйеніп, кейін таяқпен өзі жүретін болады. Бір күні емші бас уәзірге, енді мені патшаға апарыңдар дейді. Оны патшаға алып келеді. Бұл кезде патша әл үстінде жатқан еді. Бизолда кірген соң ақырындап көзін ашады. Бизолда патшаға тағзым етіп амандасады да қасына отырып тамырын ұстайды. Ауырмай тұрғанда қандай тамақ ішкен, қандай жағдайда сезіктенгенін сұрайды. Қайдам, еш нәрседен сезіктенген жоқ едім. Әуестеніп балық жегенім рас. Сонда тамағыма бір нәрсе тұрғандай болып, артынан білінбей кеткен. Әйтеуір осы ауру аяқ астынан жабысты. Қандай ауру болса да, тамағымда ешқандай тамақ іше алмаймын дейді патша. Сонда Бизолда, дұрыс айтасыз, сіздің науқасыңыз тамағыңызда асқынып кеткен екен. Бұл науқасыңыздың жалғыз-ақ емі бар, одан басқа ешқандай да емі жоқ деп күмілжиді. Ол қандай ем болса да қолданыңыз. Несіне бөгелесіз дейді патша, көзінен үміт оты жалтырап. Ол ем оңай болса сізге айтпай-ақ өзімді қолданбаймын ба? Оған сіздің ризалығыңыз бен ұлықсатыңыз керек. Жанымнан не артық дейсің, қандай нәрсе болса да қидым. Сізге қастық істейін деп отырғаным жоқ. Емі сол болған соң айтуға болмас. Жалғыз балаңыздың қанын жұтасыз, жазыласыз, емі сол дейді Бизолда. Сонда патша ойданып қалады. Отырған уәзір бектерді үрпиісіп, не айтарын білмей қатты қысылады. Патшаның әйелі баласын құшақтап жылап талып қалады. Барлығы патшаның шешімін күтуде. Әлден соң бар бас уәзір, тақсыр, жазмыш солай болса, қолдан келер не бар? Жаныңыз аман қалса, нәрестені берген Алла тағы берер, тәуекел деңіз деп ақыл қосады. Патшаның баласы 7 жас еді. Патша жылап тұрып, ақыр өлген кісімін, өзіме өлейін, жанынан қорқып жалғызымды құрбандыққа шалғаным болмас дейді. Тақсыр, онда өзіңіз білесіз, бірақ одан басқа емі жоқ дейді Бизолда. Отырғандар жұмған ауыздарын ашпайды. Бизолда дәрі иіскетіп патша мен әйелінің есін жиғызады. Тақсыр 7 жылдан кейін жер астында жатып, 2 баладан бірдей айырылып, ажалым жоқ болған соң сіздің әміріңізбен мен де дүниеге қайта келдім. Бұл да тағдырдың ісі. Алдыңызда келешегіңіз бар, перзент берген Алла тағы құр қоймас. Мен сізге және балаңызға қастық ойлап отырғаным жоқ. Бірақ та осыдан басқа емі жоқ болған соң айтпасыма болмады. Ризалық бергенің жөн ғой дейді. Ақыры болмағаннан кейін патша баласын шақырып алып, бетінен сүйіп, Құдай қиса мен де қидым деп талықсып кетеді. Сол сөзді естісімен Бизолда 4 мықты жігітті алып қалып, отырғандарды сыртқа шығарып жібереді де бір жігітті табан астында тауға келуге жұмсайды. Тауық келісімен көз таңылған патшаны шалқасынан жатқызып, аузын аштырып, жігіттерге мықтап ұстатып қояды. Соң патшаның аузына тақап тұрып, тауықты пышақпен орып жібереді. Қан патшаның аузына құйылғаннан соң Бизолда баланы әкетуге әмір етеді. Әлден уақытта патша есін жияды. Емші оның көзін шешеді. Сонда патша жердегі қанды көріп, қатты қайғырып, «Ах!» деп жалын ата күрсінеді. Сол кезде тамағына тұрып қалған балықтың қылтанағы аузынан ұшып шығып, қанмен бірге жерге түседі.
Бизолда патшаның үстіндегі қанды жудырғаннан кейін патшаның көзі ілініп ұйықтап кетеді. Немші үйге ешкімді кіргізбей өзі күтіп қажетті тағамдарды өлшеп беріп отырады. Бірнеше күннен кейін науқастың беті бері қарап тәуір бола бастайды. Енді патша басын көтеріп өзі жүретін халге де келеді. Уәзір бектер тегіс келіп патшаның жазылғанына қуанып тілектестіктерін білдіреді. Сонда Бизолда бас уәзірге патшаның әйелі мен баласын алып келсін дейді. Уәзір барып шешесі мен баласын ертіп келгенде патша баласын көріп тұра-ұмтылып, жалғызым сені көргенім түсінбе өңімбе деп зарлады. Содан кейін Бизолдаға қарап, бұл қалай тірілді деп сұрайды. Енді оған болған оқиғаны мән-жайды бастан аяқ айтып береді. Төбесі көкке жеткендей қуанған патша қылтанақты қолына ұстап тұрып, егер де Бизолда болмаса сөзсіз өлер едім. Бүйтіп ауырмасам, Бизолда да жер астынан шықпас еді. Бірімізге біріміз себеп болып екеуміз де өлімнен құтылып отырмыз. Әкемнің осындай қолы шипалы данышпан емшіні кезінде өлім жазасына бұйырғаны ағаттық болған екен. Мені қалай емдегенін көріп отырсыздар. Шынын айтқанда науқасымды ешбір емсіз әдіс айламен жазды. Өзімді өлімнен құтқарған осындай данышпаннан мен немді аяймын. Не қалауыңыз бар? Тілегіңізді айтыңыз. Тіпті қазынамның жартысын берсем де сізді риза етуім керек дейді Бизолда. Тақсыр, осы айтқандарыңыздың бәрі де рас. Сіздің ниетіңізге өте ризамын. Маған еш нәрсенің керегі жоқ. Білген адамға зынданда өліп жатқанымда тірілткеніңіздің өзі де жеткілікті емес пе дейді. Патша аман есен жазылғанына үлкен той жасап, аш-арықты тойғызады. Жаңадан таққа отырған патшадай уәзір бектеріне сыйлықтар береді. Жарлы жақыбайларға садақа қайыр үлестіреді. Патша Бизолдаға өзінің қалаған жерінен жақсылап сарай салдырып береді. Бизолда бұрынғысындай емшілікпен шұғылданып, халыққа өте сыйлы болған екен дейді.